Саламатсыздар ма? Бүгін математика сабағынан 4-ші сынып 67-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы пропорционал бөлуге берілген есептер. Бірінші тапсырма: фермер егістіктен 48 центнер, ал көршісі одан 3 есе кем картоп жинады. Олардың әрқайсысы картопты қаптарға 80 килограммнан теңдей бөліп салды. Екеуі бірге қанша қап картоп жинады? Яғни 48-ді бөлеміз 3 есеге, 16 центнер, 48-ге 16-ны қосамыз. Және 64 центнерді килограммға айналдырамыз. 6400 килограмм. 6400 килограммды бөлеміз 80 килограммға. Сол кезде бізде 80 шығады. Яғни екеуі бірге 80 қап картоп жинаған екен. Келесі тапсырма: жемістер салу үшін саяжай иесі алма салатын 6 жәшік, алмұрт салатын дәл сондай 4 жәшік сатып алды. Барлығына 5000 теңге төледі. Кестені қара, бір жәшіктің бағасын тап. Бізде бір жәшіктің бағасы 500 теңге. Яғни 500-ді 6-ға көбейтеміз 3000, 500-ді 4-ке көбейтеміз 2000, мына 500-ді, мына 500-ді көбейтеміз 6-ға 3000 шығады. 500-ді көбейтеміз 4-ке 2000 шығады. Яғни 3000 мен 2000-ді қосамыз. Сол кезде біздің жәшігіміздің құны шығады 5000 теңге. Келесі тапсырма: бұл жерде өте оңай 3-ші сабақ түсіндірілген. Яғни бұл жерді өзіміз қарап, көшіріп, осы жерден түсініп, келесі есептерге өтіп отырады екенбіз. Демек, бұл жерде жаңа екінші есептің толық нұсқасы көрсетілген. Келесі: 2 бригада бірдей 150 қап пияз жинады. Олардың біреуі 4500 килограмм, ал екіншісі 3000 килограмм жинады. Әр бригада қанша қап пияз жинады? Бірінші бригада 4500 килограмм, екінші бригада 3000 килограмм. Екеуі қосылып 150 қап жинаған. Енді екеуінің әр бригада қанша қап пияз жинады дейді. Енді екеуінің килограммын қосамыз, одан шыққан санды 150 қапқа бөлеміз. Және 4500 килограммды 50-ге бөлеміз, 50-ге бөлеміз. Және 3000 килограммды 50 килограммға бөлеміз. Сол кезде біздің бірінші бригада 90 қап жинаған екен, екінші бригадамыз 60 қап жинаған екен. Екеуін қоссақ 150 қап шығады. 5-ші тапсырма: қатынау саны бірдей 2 жүк машинесі 99 тонна жүк тасымалдады. Бір рет қатынағанда біреуі 4 тонна, ал екінші 5 тонна жүк тасымалдайды. Жүк машинелерінің әрқайсысы қанша тонна жүк тасымалдаған? Әрқайсысы: бірінші машина 44 тонна, екінші машина 55 тонна жинаған. Бұл жерде пропорция құру арқылы өте оңай. Бірінші машиналардың тоннасын қосамыз, одан шыққан санды 9-ға бөлеміз. Яғни бізде сол кезде шығады 11, 99-ды 9-ға бөлеміз 11. Екеуінің қосындысынан шыққан санды 99-ды қосындысынан шыққан санға бөлеміз. 99 9-ға бөлсек 11. Яғни 11-ді біз бірінші машинаның тоннасына көбейтсек 44 тонна, екінші машинаның тоннасына көбейтсек 55 тонна шықты. Екеуін қосқанда бізде 99 тонна шығады екен. Келесі тапсырма: Марат ағай қара өрік терді. Ол 15 данасын Әлияға, қалғанының жартысын Айнаға берді. Содан кейін оның себетіне 10 қара өрік қалды. Марат аға барлығы қанша өрік терген? 15 данасын Әлияға берген. Қалғанының жартысын Айнаға берді. Міне. Содан кейін оның себетінде 10 қара өрік қалды. Яғни 10 жартысы 10 болса, яғни ол жерде 20 деген сөз. Міне 20, 10-ды 2-ге көбейтеміз 20. 20-ның жартысын бізде Айнаға берген. Және де тағы да 10 қалды. Яғни бізде 15-ке қосамыз 20-ны. Марат барлығы 35 қара өрік терген екен. Келесі: оқушы бірдей бағада 10 төрткөз дәптер мен жолды дәптер сатып алды.
торкөз дәптерге ол 12 теңге, ал жолды дәптерге 18 теңге төледі. Торкөз дәптер мен жолды дәптерге жеке-жеке қанша теңге сатып алынды? Енді бұл жерде тағы пропорция құрамыз. Бірінші 12 теңге мен 18 теңгені қосамыз. Барлығын, 10 дәптердің барлығын 30 теңгеге сатып алған. Яғни бізде бір дәптердің өзі 3 теңге тұрған. Енді біз 12 теңге торкөз дәптерді 12 теңгеге сатып алған. 12 теңгеге 4 торкөз дәптер алған, 4 торкөз дәптер және 6 жолды дәптер алған 3 теңгеден. Яғни, міне 3 теңгеден 4 торкөз дәптер алған және 3 теңгеден 6 жол дәптер алған. Мына 6 мен 4-ті қосқан кезде бізде дәптердің бағасы шығады. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қойыңыздар.